Сәлем, оқырман. Бүгін күтпеген күн. Бүгін сұрақ қойылды. Сержан Ақеркеге ұсыныс жасады. Сол эфирден кейін абьюзер атанған, ауыр сөздермен жаралаған, өзін жоғалтқан Сержан. Иә, дәл сол адам. Бүгін маған тұрмысқа шығасың ба? Деді. Тыныш асықпай көзге тіке қарап. Ал Ақерке иә деді. Иә деді жүрегі дір етіп. Иә деді талай қорлықтың, сенімсіздіктің, тіпті жек көрушіліктің ішінен өтіп. Иә деді, бірақ бұл жолы бұрынғыдай аңғал емес. Бұл жолы ол өзін жоғалтпай айтты. Сен ойлап отырсың. Қалай? Ол оған қаншама ауыр сөз айтты. Желіде эфирге шығарды, кінәлады, манипуляция жасады. Абьюздің көкесін көрсетті. Қайтадан соған бару ма, әлсіздік пе? Жоқ, бұл әлсіздік емес. Бұл таңдау. Бүгін жасалған, суымаған, шынайы шешім. Себебі сезім деген логикамен жүрмейді. Себебі кейбір әңгімелердің соңы үзілмей қалады. Кейде адамдар бір-бірін ренжітіп барып қана нағыз шындықпен бетпе-бет келеді. Сержан бүгін өз ренішін емес, өз қатесін мойындады. Тек ұсыныс емес, жауапкершілік ұсынды. Ақерке болса өзін сатпады. Ол өзіне айтты. Мен кешіруге құқылымын. Бірақ бұл жолы өз шекарамен. Бұл екеуі кеше ғана ренжісіп жұптықты тоқтатқан еді. Кеше ғана желідегі жұрт екі жақты жақтап, бірі жек көріп, бірі аяп отыр еді. Бірақ махаббат халықтық дауыс беруге салынбайды. Бұл екеуі халыққа емес, бір-біріне жауапты. Бүгін ғана бұзылған көпір бүгін қайта салынды. Сол көпірдің үстінде әлі де күмән бар, сақтық бар. Бірақ оның астында екеуінің ортақ өткені жатыр. Және соны ешкім өшіре алмайды. Бұйыртса той. Қарапайым, тыныш той. Гүл емес, көзқарас маңызды болатын той. Мақтан емес, кешірім үстем болатын той. Бүгін ұсыныс жасалды. Бүгін бәрі қайта басталды. Бұл ертегі емес. Бұл өмір. Өмірде кейде жүрек сені қайтадан сол есікке әкеледі. Сен не ашасың? Не кетіп қаласың? Ақерке ашты. Бірақ бұл жолы ол өзі үшін де есік қалдырды.